Барлықтарыңызға сәлем. Өздеріңізді көріп жатсыздар. Менің басымнан қандай жайт өтіп жатқанын. Былай рилс салып, сторис салмаушы едім. Не істеймін дәл деп. По-любому мен емес қой деген сияқты. Но адамдар шектен шығып жатыр. Өте қатты ауыр тиіп жатыр. Мен 2 апта бұрын Наурызбайский роботыға сіздерше білген барлық ақпараттарды апарғанмын. Скриншоттары болсын, телеграм каналдары болсын, запись экраны барлығын жасап, бәрін апарып берген. Бірақ ол кісілер, полиция қызметкерлері, жаңағы адамдарға да хабарласпаған. Не үшін шырылдап жатыр? Өйткені ол кісілер әлі тоқтатар емес. Тоқтатқан жоқ әлі. Мен қазір бұл жағдайды өзім қолға алмасам, ешкім алатын түрі жоқ. Жарайды, ол видеода мен болсам екен. Сіздер жалған видеоны ол мен деп таратып жатсыздар. Білесіздер ме, қалай ауыр тиеді ол. Ар намысыма тиіп жатсыздар, абыройыма тиіп жатсыздар. Оның болашақта последствиясын білесіздер ме сіздер? Мен де анамын, жалғыз бастымын. Сіздер неге өмірі слабый полдарға тиіскенді жақсы көресіздер? Шыны керек, ең біріншіден мен қызымды ойлаймын. Мен де жалғыз басты анамын. Ертең осы жалған видеоның кесірі мен қызыма тиіп кетсеші. Сол себепті ғана мен осы жолы сондай